Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін запеканка дайындайтын боламыз. Бізге керекті картоп. Картопымызды жақсылап езіп аламыз. Оның үстіне сармай қосамыз, сүт қосамыз. Ары қарай миксерлеп аламыз. Міне картопымыз дайын болды. Дәміне қарай тұз саламыз. Бір жұмыртқа саламыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Табамызды қыздырып аламыз. Оның үстіне 50 грамм сармай салып ертіп аламыз. Пиязымызды майдалап турап саламыз. Тағы еттерімізді саламыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне үкіштен өткен сәбізімізді саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын саламыз. Міне салмамыз дайын болды. Табамызға фольга төсеп алып, үстіне пюремізді салып аламыз. Оның үстіне салмамыз саламыз. Ары қарай тағы пюремізді бетіне жағып шығамыз. Оның үстіне қызанақ қоямыз. Бетіне үкіштен өткен ірімшігімізді сеуіп шығамыз. 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Міне запеканка дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.